Барлығына сәлем, қазақша әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Осы хикаяны толығырақ көрулеріңізбен. Менің атым Айдана, жасым 21-де. Менің өмірімді ешкім түсінбейтін сияқты. Әкем ерте қайтыс болған, анам екеуміз ауылда тұрамыз. Ауылдың адамдары кедей, бәрі өз күнен әрең көріп жүр. Сол себептен анам күні-түні маған тек бір нәрсені айтатын: сені оқуға түсіріп, жақсы күйеуге берсем болды. Басқа армандарым жоқ. Бірақ менің арманым мүлдем басқа еді. Мен қалаға кетіп, дизайнер болғым келді. Өкінішке қарай грантқа түсе алмадым, ақылы оқу өте қымбат болды. Сол кезде бәрі басталды. Бір күні анам ауылға қымбат көлікпен келген бір әйелді ертіп келді. Ол әйел өзін Динара деп таныстырды. Көйлегі мен алтындары көз қарықтырады. Ол бездің үйге келіп, анаммен бірнеше сағат бойы сыбырлап сөйлесті. Мені шақырып алды да былай деді: Айдана, саған жақсы ұсыныс бар. Қытайда бір өте бай, ықпалды отбасы бар. Солардың баласы саған үйленгісі келеді. Сенің анаңа да, саған да жақсы жағдай жасайды. Үй, ақша, бәрі болады. Мен таң қалдым. Қытайлық? Неге? Бірақ анамның көзі жарқырап тұрды. Айдана, мұндай мүмкіндік бір рет келеді. Сенің болашағың жарқын болады, деді анам. Мен іштей қарсы болдым. Бейтаныс ел, бейтаныс адам. Бірақ анам маған таңдау қалдырмады. Сен бармасаң, менің үмітім өшеді. Бұл сенің ғана емес, менің де болашағым, деді көзіне жас алып. Осылайша мені Динара мен анам алдап сулап көндірді. Бір аптадан соң Алматыға келдік. Сол жерде мені болашақ күйеуім Ли Хао деген жігітпен таныстырды. Ол жасы 28-дер шамасында, әдемі, сыпайы, қазақша сәл сөйлейді. Басында бәрі жақсы сияқты көрінді. Ол маған сыйлықтар берді, сенің арманыңды орындаймын, бірге бақытты боламыз деп уәде берді. Бірақ бір нәрсе мені мазалады. Ол әрдайым телефонын жасырып сөйлесетін. Түнде бір жаққа кетіп қалатын. Динарада үнемі: сұрақ қойма. Ол іскер адам. Саған тек тыныш отыру керек дейді. Сол арада менің қолыма бір құжат түсті. Лидің сөмкесінен құлаған. Онда менің атым, суретім, тіпті сату бағасы деген жердегі бір нөмір тұрды. Менің жүрегім мұздап кетті. Бұл не? Неге менің атымның жанында ақша жазылған? Мен Динарадан сұрамақ болдым, бірақ ол: қызықпа, артық сұрақ саған зиян. Саған ең бастысы үндемеу, деп көзіме тік қарап қорқытты. Сол түні ұйықтай алмадым. Терезеден қарасам, Ли мен бейтаныс қытайлық ер адамдар сөйлесіп тұр. Олар қолдарында бірнеше қыздың суретін ұстап, бірдеңе талқылап жатыр. Менің суретім де солардың арасында. Сол сәтте жүрегім дір етті. Мүмкін олар қыздарды тек әйел етіп алмайды. Басқа бір жаман істері бар ма? Мен анама хабарласқым келді, бірақ телефоным жоқ болып шықты. Олар оны үн-түнсіз алып қойған. Мен өзімді тұтқында жүргендей сезіндім. Ал ертеңіне Динара маған тағы бір хабар айтты. Ертең той. Бәріне дайындал. Сен енді артқа қайта алмайсың. Бірақ сол сәтте мен күтпеген нәрсеге куә болдым. Ли өз бөлмесінде біреуге қоңырау шалып тұр екен. Мен есік артына жасырынып тыңдадым. Ол қытайша сөйлеп, соңында қазақша былай деді: бұл қыз ұзаққа бармайды. Сатып алған соң бәрі жоспар бойынша болады. Менің денем мұздап кетті. Сол кезде арттан біреу қолымнан ұстап алды. Артыма қарасам, Динара. Ол сыбырлап айтты: егер бұл жерден қашуға тырыссаң, анаңды өлтіреді. Менің тәлім байланып қалды. Ертең той. Ал менің тағдырым бір түнде мүлдем өзгергелі тұр. Түн тыныш болмады. Мен көз ілмедім. Басымда мың ой. Ертең той, ал менің өмірі мүлдем басқаша бағытқа кетпек. Ли Хаоның сыбырлап айтқан сөздері құлағымнан кетпей қойды. Бұл қыз ұзаққа бармайды. Сатып алған соң бәрі жоспар бойынша болады. Бұл нені білдіреді? Мені шын мәнінде күйеуге емес, біреулерге сатпақшы ма? Әлде басқа бір қылмыстық іс бар ма? Бөлмемде ары-бері жүріп амал іздедім. Телефоным жоқ, терезелер темір торлы, есік сыртынан құлыптаулы.
Динараның қашсаң анаңды өлтірет деген сөзі жанымды одан сайын қысып тастады. Таңертең ерте бөлмемнің есігі ашылып, Динара керді. Қолында қызыл ұзын көйлек, бетімді бояйтын қораптар. Қызым, дайындал. Бүгін сенің ең бақытты күнің, деді, жымиып. Оның көзінен еш жылылық көрмедім. Бәрі жасанды. Мен үндемей отырдым. Іштей бір ғана ой, қалайда қашу керек. Дайындалып жатқанда айнаға қарап өзімді танымай қалдым. Қызыл көйлек, боялған бет, жасанды күлкі. Ішім қанжылап тұрса да, сыртым бақытты қалыңдықтай көрінуге тырыстым. Той Алматыдағы люкс мейрамханада өтті. Зал ішіне қытайлықтар толып кеткен, аз ғана қазақ туыстарым, анам, ауылдан 2 туысқан. Анамның көзі қуаныштан жасқа толып тұр, бірақ мен оның осы іске қаншалықты қатысып тұрдым. Ли Хао қолымнан ұстап, жұрт алдында сыпайы сөйлейді. Бәрі әдемі, бәрі салтанатты. Бірақ ішімде дабыл қағып тұрған бір сезім бар. Бұл жай ғана той емес. Тамақ желініп, әндер айтылып жатқанда, менің жанымдағы бір қытайлық ер адам, шамасы Лидің әріптесі болуы мүмкін, телефонын түсіріп алды. Экран жандырып тұрды, мен байқамай қарап қалдым. Экранда бір құжат ашық еді, онда қыздардың суреттері, жас мөлшері, жанында доллармен бағалар жазылған. Менің суретім де сол жерде тұр. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Менің есімімді жанында 75.000 деп жазып қойыпты. Осы кезде түсіндім. Бұл той тек бетперде. Шын мәнінде олар қазақ қыздарын жинап біреулерге сатып жатыр. Мүмкін шетелге апарып күштеп жұмыс істетеді. Мүмкін басқа бір сұмдыққа. Дәл сол сәтте менің жанымда отырған анамның телефоны дір етіп жарығы жанып қалды. Экранға келген хабарламаны көзім шалып қалды. Ақша түсті. Қалғанын тойдан кейін аласың. Менің жүрегім суып кетті. Анам. Өз туған анам. Мына бүкіл іске қатысы бар ма? Ол менің тағдырымды сатты ма? Менің ішімде ашуда, қорқынышта, көз жаста араласып кетті. Сол сәтте бір шешім қабылдадым, қашуым керек. Қандай болса да. Мейрамхана, аша абыр-сабыр. Барлығы би-билеп көңіл көтеріп жатыр. Сол сәтті пайдаланып артыма қарамай дәлізге шығып кеттім. Шығар есікке бет алдым. Бірақ дәл есік алдында 2 ара денелі күзетші тұр екен. Олар мені көріп, бәрі рацияға бірдеңе айтты. Қолым дірілдеп, демем қысылып дәретханаға қарай бұрылдым. Сол жерде терезе бар еді, кішкентай болса да шығуға болады. Терезеден сыртқа қарап едім, артқа аулада қара джиптер тұр. Ішінде тағы да бейтаныс қытайлықтар. Біреуі қолында бір құжат ұстап, менің суретімді көрсетіп тұр. Дәл осы кезде дәретхананың есігі ашылып кетті. Ли Хаоның өзі тұр. Ол жымия қарап. Айдана, қайда асықтың? Той бітпеді ғой, деді. Оның дауысы жылы көрінгенімен, көзінен суықтық байқалды. Мен дірілдеп тұрдым. Ол маған жақындап сыбырлап айтты. Қашуға тырыссаң, анаңды көз алдымда жоғалтасың. Сен менің әйелімсің, бірақ бұл ұзаққа созылмайды. Сен тек тапсырманы орындауың керек. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Бұл қандай тапсырма? Ол мені қолымнан ұстап залға қайталып кетті. Ал менің көзімде тек бір ғана ой тұрды. Қалайда бұл жерден тірі шығуым керек. Сол түнімен тойдан кейін Лидің үйіне апарылдым. Алматының шетіндегі биік қоршалған вилла. Іші тола бейнекамера, күзет. Үй ішінде бірнеше бейтаныс қыздар жүр. Олар үнсіз, көздері бос, жанарларында үміт жоқ. Мен солардың бәрінен сыбырлап сұрадым. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Қыз сыбырлап жауап берді. Біз бәрімізді де осылай алдап әкелді. Кейбірі жоғалып кетті. Қайда апарғандарын ешкім білмейді. Менің тікенек бойымды шаншып өткендей болды. Сол сәтте арттан Ли Хао келіп. Айдана, ертең таңертең сөмкеңді жина. Біз Қытайға ұшамыз. Сол кезде бәрі басталады, деді. Мен тәлім байланып қалды. Ертең Қытайға. Ал ол жақта не күтіп тұр? Түнде ұйықтай алмадым. Жатсам да ойымда тек бір ғана нәрсе, қашу. Қандай жол болса да.
Сол кезде дәлізден біреудің сыбырлаған дауысы естілді. Қашқын келсе, мені ертіп жүр. Бірақ сен бәріне дайын болуың керек деді бейтаныс қыздың дауысы. Мен есікке жақындап қарадым. Көз алдымда тұрған қыз мүлдем басқа. Ол да осы үйде тұтқында. Мен бұл жерден қашуды білемін деді ол. Бірақ сен білуің керек, қашсақ та бұл адамдар бізді өлтіруге дайын. Мен іштей. Тек қашу керек. Тірі қалсам да, өлсем де бұл тозақта қала алмаймын деп шештім. Сол түні екеуміз қашуға дайындала бастадық. Бірақ дәл сол сәтте дәліз бойымен аяқ дыбысы естілді. Ли Хаоның дауысы. Біреу қашпақшы. Камераларды тексеріңдер. Ешкім бұл үйден тірі шықпайды. Түн ортасы. Үй іші тыныш. Тек дәліз бойындағы бейнекамералардың қызыл жарықтары ғана жыпылықтап тұр. Мен және маған көмектеспекші болған бейтаныс қыз екеуміз сыбырлап сөйлесеміз. Ол қыздың аты Аружан, жасы менен кіші, бар жоғы 18-де. Бүгін түнде қашпасақ, ертең бәрі бітеді. Бізді Қытайға апарса, қайта оралмаймыз деді ол. Оның сөздері жүрегімді одан сайын қысып тастады. Қытайға барсақ, тағдырымыз не болатынын ешкім білмейді. Бәлкім бізді сатып жібереді, бәлкім жезөкшелікке мәжбүрлейді, бәлкім тіпті тірі қалдырмай. Аружан осы үйде 3 ай отырған екен. Ол маған құпия жолды көрсетті. Жертөледе еден астында жасырын есік бар, ол сыртқа шығатын ескі кәріз жолына апарады. Бірақ ол жол өте қауіпті, тар, әрі күзетшілер кейде тексереді. Сен дайынсың ба? Артқа жол жоқ деді Аружан. Мен басымды изедім. Біз екеуміз ақырын жүріп жертөлеге түстік. Қараңғы, дымқыл, шірік иісі шығады. Еден тақтайларын көтеріп жасырын есікті таптық. Есікті ашқанда суық ауа соқты. Біз еңкейіп тар өткелге кірдік. Бір кезде артымыздан аяқ дыбыстары естілді. Тоқтаңдар. Қайда бара жатырсыңдар? Деген айқай. Бұл Ли Хаоның даусы еді. Аружан мені қолымнан ұстап жүгірте бастады. Өткел қараңғы, су толы, аяқ астында ескі темірлер. Біздің артынан бірнеше адам жүгіріп келе жатқанын естиміз. Бір кезде өткел екіге айырылды. Қайсысына барамыз? Дедім үрейленіп. Аружан ойланып үлгерместен. Оңға. Ол қала сыртындағы ескі гаражға шығады деді. Біз оңға бұрылдық. Қараңғыдан жарық көрінді. Соңғы есікті итеріп ашқанда ескі гараждың артқы ауласына шықтық. Түн тыныш, бірақ арттан қуғыншылардың дауысы жақындап келеді. Осы кезде менің көзіме бір нәрсе түсті. Гараждың ішінде ашық тұрған ескі ноутбук бар еді. Экранда электронды құжаттар ашық тұр. Қорқыныш пен қызығушылық аралас сезіммен мен жүгіріп барып, 1 секунд көз жүгірттім. Құжатта қазақша жазулар. Айдана жеткізу уақыты 25 шілде. Сатылым бағасы расталды. Жауапты тұлға Гүлзира Ахметқызы. Гүлзира Ахметқызы, бұл менің анамның толық аты. Менің басым айналып кетті. Дем жетпей қалды. Демек мені тек Ли Хао, немесе Динара ғана емес, өз туған анам да сатып жібермекші болған. Ол осы үйіммен бірге істейді. Аружан менің иығымнан ұстап. Жүр. Уақыт жоқ, деді. Бірақ мен қозғала алмай тұрдым. Ішімде ашу, өкпе, қорқыныш, барлығы араласып кетті. Дәл осы кезде гараж есігінен Ли Хаоның адамдары кіріп келді. Бізді көріп айқай салды. Тоқтаңдар. Қашып құтыла алмайсыңдар. Біз артқы есіктен далаға жүгірдік. Түнгі қала. Көшелер бос, тек алыстан машиналардың шамдары көрінеді. Біз екі жаққа қарай жүгірдік. Аружан екеуміз бір кезде тар көшеге бұрылдық. Артымыздан қуғыншылар жақындап келеді. Осы сәтте бір қара көлік біздің алдымызды кесіп өтіп жолды жапты. Көліктен Динара шықты. Ол қолында тапанша ұстап тұр. Айдана, тоқта. Сенің қашар жерің жоқ. Қазір бізбен жүресің, әйтпесе анаңды көз алдыңда өлтіреміз деді. Мен дірілдеп тұрдым. Анам. Ол бұл істің бәріне өзі қатысып жүр ғой дедім көз жасымды тыя алмай. Динара жымиды. Иә, сенің анаң бізге өзі келді. Ақша үшін бәріне дайын.
Ол сені еркіндікке жібермейді. Сондықтан үндеп жүрі бер. Қарсы шықсаң, тірі қалмайсың. Осы кезде Аружан бір батыл қадам жасады. Ол жерден бір тас алып, Динараның қолындағы қаруын қағып жіберді. Біз екеуміз тағы да қаштық. Динара мен оның адамдары арттан атой салып соңымыздан жүгірді. Біз түнгі көпірге қарай бет алдық. Көпірдің астында өзен ағып жатыр. Артымыздан машиналардың жарығы жақындап кет. Бір ғана жол қалды, деді Аружан. Қайсы? Суға секіреміз. Басқа жол жоқ. Мен суық судан қорқып тұрдым. Бірақ арттан атып келе жатқан адамдардың дауысы естілді. Біз қол ұстасып көпірден секірдік. Су бізді жұтып алды. Мұздай су демімді қиып көзімді ашуға мүмкіндік бермеді. Бір сәтке бәрі қараңғыланып кетті. Судың ішінде есімді жиып Аружанды іздедім. Ол қасымда жоқ еді. Далбасалап жүзіп жағалауға әрең шықтым. Суықтан қалшылдап, жалаң аяқ далада жалғыз қалдым. Айналада үнсіздік. Қуғыншылар қайда екенін білмеймін. Аружан да жоқ. Түнгі қала мені жұтып жібергендей. Осы кезде алыстан бір көлік келіп тоқтады. Терезеден біреу маған қол бұлғады. Айдана, тез отыр. Құтқарамын, деді таныс дауыс. Мен жақындап барып көліктің ішіне қарадым. Рөлде отырған адам менің туған анам. Оның жүзінде салқындық, қолында пистолет. Айдана, саған түсіндірейін. Сен мені тыңдасаң, тірі қаласың. Тыңдамасаң, бұл түн сенің соңғы түнің болады, деді ол. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Өз анам. Мені сатып жіберіп қана қоймай, енді өлтіруге де дайын ба? Қараңғы түн. Суықтан денем қалшылдап, аяқтарым тоңып барады. Ал анам рөлде отыр. Оның жүзінде ешбір жылылық жоқ. Қолындағы тапаншаны байқамайын десем де, көзімнен кетпейді. Машинаға отыр, деді ол. Даусы салқын, таныс емес. Мен үнсіз отырдым. Көлік іші жылы, бірақ бойым одан сайын тоңды. Жанымдағы адам өз анам. Бірақ дәл қазір ол бөтен секілді. Жол бойы үнсіз кеттік. Бір кезде шыдамай сұрадым. Анашым, неге? Сен қалай ғана осыларға қосылдың? Мені неге саттың? Анам терең дем алды. Айдана, сен түсінбейсің. Бұл бизнес. Басқа жол жоқ. Біз кедейміз. Сенің әкең өлгелі өміріміз құлдырап кетті. Маған ақша керек болды. Динара мені осы жұмысқа тартты. Ал сен тек бір келісімнің бөлігісің. Менің көзіме жас толды. Мен келісімнің бөлігі емеспін. Мен сенің қызыңмын. Анам маған қысқа қарады. Мен үшін қазір ең бастысы тірі қалу. Сен үндеп жүрсең, саған да мүмкіндік беремін. Бірақ қарсы шықсаң, сенің де, сен үшін бәрін тәуекел еткен менің де жолымыз бітеді. Оның сөзінен суықтық сезілді. Ол енді мені қызы емес, құрал сияқты көреді. Көлік қала сыртындағы үлкен қоймаға келіп тоқтады. Қойманың алдында бірнеше қара джип тұр. Қытайлық ер адамдар арасында Динара да бар. Ли Хао да осында. Барлығы бірдеңе талқылап жатыр. Анам маған бұрылып, мұнда үндеп жүр. Бәрін көргеніңдей қабылда. Әйтпесе екеумізде тірі қалмаймыз, деді. Мен көліктен түсіп қоймаға кірдім. Ішінде тағы да қыздар бар. Олардың кейбірі жылайды, кейбірі үмітсіз, көздері бос. Барлығы қазақ қыздары. Ли Хао Динарамен сөйлесіп тұрды. Бір кезде мені көрсетіп, бұл қыз ерекше. Бағасы жоғары. Ертең Қытайға жеткізіледі, деді. Жүрегім қысылып кетті. Ертең менің өмірім мүлде өзгермек. Сол сәтте менің ішімде бір шешім пісіп жетілді. Мен енді құрбан болмаймын. Мен не болса да осы түнде бәрін тоқтатамын. Түн ортасында қойма іші тынышталып, күзетшілер кезекпен ұйықтай бастады. Мен жасырын айналып жүріп, есіктің жанында тұрған бір күзетшінің белдігінен пышақты алдым. Сол кезде бір бұрыштан таныс дауыс естілді. Айдана, бұл Аружан, ол тірі екен. Біз көпірден секіргенде ағыс оны басқа жаққа алып кеткен, бірақ ол да осы қоймаға қайта келініпті. Айдана, біз қашуымыз керек.
Бірақ тек екеуміз емес. Барлық қызды шығаруымыз керек, деді ол сыбырлап. Мен ойланып тұрдым. Екеуміз қашсақ, мүмкін тіпті тірі қалар едік. Бірақ онда басқа қыздар мәңгілік жоғалады. Жоқ, біз бәрін босатамыз. Бірақ ол үшін мен пышақты көтеріп күзетшілерге қарадым. Аружан басын изеді. Біз жоспар құрдық. Қыздарды босатып қоймадан қашу үшін күзетшілерді бейтараптандыру керек. Бірақ бұл өте қауіпті. Егер біреу байқап қойса, бәріміздің тағдырымыз бір-ақ сәтте аяқталады. Сол кезде мен тағы да бір шындыққа куә болдым. Қойманың артқы бөлмесінде құпия офисте құжаттар мен ноутбуктер бар. Мен тез қарап үлгердім. Онда ірі есімдер жазылған, бұл желіні қолдап отырған адамдар. Олардың арасында Қазақстандағы шенеуніктер мен ірі бизнесмендердің есімдері. Менің анам да сол тізімде. Ол тек делдал емес, тіпті осы қылмыстық жүйенің бір бөлігін басқаратын адам болып шықты. Жүрегім оттай жанып кетті. Өз анам мені ғана емес, жүздеген қызды сатумен айналысқан. Аружан сыбырлап, қашықтық жетпейді. Біз бұл істі тоқтатпасақ, бәріміздің өміріміз құртады. Менің ойымда бір ғана шешім қалды. Қойма ішінде үлкен жанармай бөшкелері тұр. Егер өрт қойсақ, бәрі жойылады. Бірақ бұл өзіміздің де өмірімізге қауіп. Біз мұны істейміз бе? Деді Аружан. Иә, біз құрбан болсақ та, бұл тозақтың жалғасуына жол бермейміз, дедім мен. Біз жанармайды төгіп, от қоюға дайындалдық. Қыздарды жасырын сыртқа шығара бастадық. Кейбірі жүгіріп, кейбірі жылап, кейбірі бізге сенбей тұрды. Дәл осы кезде Динара да, Ли Хао да бізді байқап қалды. Айдана, не істеп жатырсың? Деп айқайлады Ли Хао. Оның адамдары тапаншаларын көтеріп бізге қарай жүгірді. Мен қолымдағы отты тұтаттым. Жанармай от алды. Қойма іші бір сәтте дүр сілкінді. Барлығы айқайлап қашып жатыр. Мен тек бір нәрсені ойладым. Бұл жерде ештеңе қалмау керек. Бұл тозақ тоқтауы керек. Аружан қолымнан ұстап, жүр, біз тірі қалуымыз керек, деді. Бірақ дәл осы сәтте артымнан өз даусын естідім. Айдана, тоқта, егер кетсең, мені мәңгі жоғалтасың. Бұл менің анамның даусы еді. Ол оттың ішінде қолын созып тұр. Мен бір сәтке тұрып қалдым. Құтқарайын ба? Әлде бәрін өртпен бірге қалдырайын ба? Өрт күшейіп барады. Қойманың ішін қою түтін жалын басып алды. Қыздар айқайлап сыртқа жүгіріп жатыр. Аружан мені қолымнан тартып қашуға шақырып тұр. Бірақ мен тоқтап қалдым. Артымда анам. Ол жалынның ортасында қолын созып тұр. Айдана, қызым, құтқар. Мені тастама, деп айқайлайды. Кеудем екіге жарылғандай. Осы әйел менің туған анам. Бірақ ол менің өмірімді сатып, жүздеген қыздың көз жасынан ақша тапқан адам. Енді ол мені өзі осындай өлімге итермеледі. Сен мені саттың, ана, дедім айқайлап. Мен сені бәрінен жоғары қойдым. Ақша керек болды, басқаша жол болмады, деп жауап берді ол түтін арасынан жөтеліп. Сол сәтте Динара да көрінді. Ол қолында тапанша ұстап бізге қарай жүгіріп келеді. Айдана, егер қашсаң, мен сені тірі қоймаймын, деп айқайлады ол. Аружан маған сыбырлап, бізде уақыт жоқ. Таңда анаңды құтқарамыз ба, әлде бәрін аяқтаймыз да қашамыз ба? Мен өзіме сұрақ қойдым. Егер анамды құтқарсам, ол бәрібір осы қылмысты жалғастырады. Егер тастасам, ол жалын ішінде қалады. Жүрегім ауырды. Бірақ мен шешім қабылдадым. Аружан, жүр. Біз тірі қалуымыз керек, дедім. Аружан басын изеді. Біз артқы есікке қарай жүгірдік. Сол сәтте анам айқайлады. Айдана, сен мені өлтіріп барасың. Сен де бізден артық емессің. Мен артыма бұрылмадым. Қойма іші гүрс етіп жарылды. Жалын аспанға атылып айналаны жарық қылды. Біз сыртқа шыққанда бәрі хаос. Қыздар жан-жаққа қашып жатыр, күзетшілер абдырап қалған. Ли Хао мен Динара қашып үлгерген сияқты, оларды көрмедім. Біз қала шетіндегі орманға қарай жүгірдік.
Аяқ астында тастар, қандарымыз қатып деміміз қысылып барады. Бір кезде алыстан машинаның жарығы көрінді. Біз бұталардың арасына жасырындық. Ли Хаоның даусы жаңғырып естілді. Оларды тірідей табыңдар. Әсіресе Айдананы, ол менің қолымнан құтылмайды. Біз демімізді ішке тартып, қозғалыссыз тұрдық. Қара киімді адамдар орманды тінтіп жүр. Бірақ бізді байқамады. Сол түні біз орманда жатып шықтық. Суық, аштық, қорқыныш. Бірақ тіріміз. Таң атқанда жақын маңдағы ауылға жеттік. Бір үйдің есігін қағып көмек сұрадық. Жергілікті қария бізді жасырып тамақ берді. Бірақ бұл қауіптің бітпегенін түсіндім. Ли Хао тірі. Динара да тірі. Ал олардың артында шенеуніктер мен бай бизнесмендер тұр. Бұл адамдарды заң тоқтата алмайды. Аружан маған қарап: Айдана, біз не істейміз? Қашып кете береміз бе? Әлде қарсы тұрамыз ба? Мен көзімді жұмып ойландым. Біздің қашқанымыз уақытша ғана аман қалу. Бірақ олар бізді тауып алады. Қашқан сайын жаңа қыздар жоғалады. Жоқ, біз бәрін ашамыз. Олардың бетін ашпасақ, бұл ешқашан тоқтамайды, дедім мен. Біз ауыл қариясының телефонын алып, анонимді түрде журналистерге хабарластық. Барлығын айттық: есімдер, құжаттар, дәлелдер. Мен қоймадан алып шыққан флешканы бердім. Онда бүкіл желінің құжаттары бар еді. Бірақ мен білетімін, бұл соғыстың басы ғана. Журналистер хабар таратқан соң, бізді қорғау үшін полиция келгендей болды. Бірақ мен олардың көлігін көргенде жүрегім тағы да қысылды. Себебі көліктің ішінде отырған шенеунік мен құжаттарда көрген есімдердің бірі. Аружан, бізге сенетін ешкім жоқ, дедім сыбырлап. Енді қайда? Деді ол. Мен терең дем алдым. Енді біз өзіміз ғана. Біз оларды бір-бірлеп тоқтатамыз. Алдымен Ли Хао, одан соң Динара, одан соң анамның желісін, дедім. Аружан көзіме тіктеп қарады. Бұл өте қауіпті. Біз тірі қалмауымыз мүмкін. Білемін, дедім мен. Бірақ басқа жол жоқ. Сол сәтте орман жақтан тағы да машиналардың дыбысы естілді. Айдана, біз сені бәрібір табамыз, деп айқайлады Ли Хаоның даусы. Мен Аружанға қарадым. Бүгін түнде біз олармен бетпе-бет кездесеміз. Жасырынбаймыз. Осы түн не олардың соңы, не біздің, дедім. Аружан басын изеді. Біз екеуміз қарияның ескі мылтығын алдық. Қолымыз қалтырап тұрса да, көзімізде бір ғана от бар: қорықпай соғысу. Ал түн түсіп орман қараңғыға батқанда алыстан қара көліктердің шамы көрінді. Біз бұталар арасынан шығып тасада тұрдық. Ли Хаоның адамдары бізді іздеп келеді. Бұл түн біздің тағдырымызды шешетін түн. Түн орман қараңғы, айдың әлсіз жарығы ғана төгіліп тұр. Алыстан машиналардың шамдары жақындап келеді. Қара джиптер орман ішімен баяу жылжып келеді. Қорқыныштан жүрегім атқақтап тұрса да, бойымды бір ғана сезім кернеді: ашу. Аружан қасымда. Қолымызда қария берген ескі мылтық пен пышақ қана бар. Айдана, сен дайынсың ба? Деп сыбырлады ол. Бүгін не тірі қаламыз, не осында қаламыз. Бірақ оларды тоқтатамыз, дедім мен. Біз тасада отырып, машиналар жақындағанын күттік. Ли Хаоның даусы рация арқылы анық естіліп тұр. Қыздарды тірідей табыңдар. Әсіресе Айдананы, ол біздің ең үлкен келісіміміздің кілті. Менің ішім оттай жанып кетті. Олар мені әлі де тауар сияқты көреді. Ал бүгін мен тауар болмаймын. Бүгін мен олардың соңына келемін. Джиптер тоқтаған сәтте біз әр жаққа бөліндік. Аружан бұталардың арасынан өтіп артқы жаққа шықты. Мен ең жақын көліктің жанында тұрдым. Күзетшілердің бірі жалғыз қалғанда мен артынан келіп пышақпен қолын кесіп жібердім. Ол айқайлап үлгермей есінен таныды. Дауыстар естіліп қалғандары дабыл қақты. Орман іші жарыққа толды. Бізді қоршап алды. Ли Хао алдыңғы қатарға шықты. Қолында тапанша. Айдана, сенің бұл ойының бітті. Қарсылассаң қазір өлесің. Бізбен жүрсең тірі қаласың, деді ол. Мен тік қарап:
Мен сендермен ешқашан жүрмеймін. Сендер қанша қыздың өмірін талқандадыңдар. Бүгін бұл тоқтайды дедім. Ол мырс етіп күлді. Сен кімсің, бізді тоқтататындай? Артыңда ешкім жоқ. Анаңның өзі бізге жұмыс істеді. Енді сені ешкім қорғамайды. Сол сәтте орманнан Аружан шықты. Оның қолында мылтық. Біз жалғыз емеспіз, деді ол. Мылтықтан алғашқы оқ атылды. Күзетшілердің бірі құлады. Қалғандары оқ жаудырды. Біз жүгіріп ағаштардың арасын паналадық. Оқ дауысы орманды жаңғыртты. Бір кезде мен Ли Хаоға қарай еңбектеп жақындадым. Ол тапаншамен айналасын тінтіп жүр. Мен ағаштың артынан атып шығып, пышақпен қолындағы қаруын қағып жібердім. Екеуміз жерге құладым. Сен мені өлтірсең де, бұл желі тоқтамайды, деді ол күліп. Бүгін сен тоқтайсың, дедім мен. Мен оның қолындағы екінші қаруды көріп үлгеріп, пышақты жүрегіне бағыттадым. Ли Хао жерге құлап, демі үзілді. Қалған күзетшілер бізді қоршап алған кезде алыстан көліктердің дауысы естілді. Журналистер мен анонимді хабарламамызға жауап берген бірнеше тәуелсіз еріктілер келді. Олар қолында камера, кейбірі қарулы. Жарықтар орманды жарық қылды. Камералар бәрін түсіріп жатты. Мұның бәрі жазылып жатыр. Қашсаңдар да әлем көретін болды, деп айқайлады еріктілердің бірі. Күзетшілердің көбі қашып кетті. Динара ғана қалды. Ол тапаншасын маған кезеніп тұрды. Айдана, сен бәрін бұздың. Сенің кесіріңнен бәріміздің жолымыз бітті, деді ол. Мен оған тік қарадым. Бұл сендердің өздерің таңдаған жол. Енді әділдік келеді, дедім. Динара оқ атуға үлгермей, артынан еріктілердің бірі оны ұстап алды. Камералар бәрін түсіріп тұрды. Бірнеше сағат ішінде видео желіге тарап кетті. Бүкіл Қазақстанда бұл желі туралы жаңалық тарады. Ли Хао мен оның адамдары, Динара және олардың қолдаған шенеуніктері туралы ақпарат ашық жарияланды. Ал менше, мен тірі қалдым. Бірақ бұрынғы өмірім өлді. Анам өртте қаза тапты. Менің жүрегімде оған деген ашуда, өкініште араласып жатыр. Аружан екеуміз аман қалдық. Бірақ біз екеумізде енді тыныш өмір сүре алмайтынымызды түсіндік. Бұл соңы емес, деді Аружан. Иә, олар тірі қалғандар үшін кек алуға тырысады, дедім мен. Бірақ мен қазір қорықпаймын. Себебі мен енді құрбан емеспін. Мен өз тағдырым үшін күресетін адаммын. Эпилог. Бұл оқиғадан кейін Қазақстанда адам саудасына қатысты үлкен тергеулер басталды. Жүздеген қыз құтқарылды. Бірақ Ли Хаоның желісінің кейбір бөлімдері әлі де көлеңкеде қалды. Айдана мен Аружан өз өмірлерін қауіпке тігіп, бұл іспен күресті жалғастырды. Ал Айдананың есінде мәңгі бір түн қалды, анасының қолын созған, бірақ ол құтқармаған түн.